менің кейіпкерім өте жұмсақ жан, жүрегі жұмсақ, күйеуіне үлкен сенім артатын, сондай бір жылы кейіпкер болады ғой. Нағыз бізде қазақта жиі кездесетін, отбасында жиі кездесетін келіннің немесе ананың образы. Арасында менің кейіпкерім ең жұмсағы, ең түсінігі мол, жаңағы айтады ғой, мудрая деп. Сондай бәрін ақылға салып шешетін әдемі келіншек. Мен тұрмыста емеспін. Қызғаныш адамның саған деген немқұрайлы емес екендігінің белгісі деп ойлаймын. Сондықтан әрине қызғанса демек сүйеді. Мен өз басымда ондай жағдай болмағаннан кейін айта алмаймын. Бірақ егерде бір жақындарының өзінің ортасында, достарының, жақын адамдарының ортасында бір күшті эффектный дейді ғой, үлкен мереке жасап берсе, күтпеген жерден тосын сый жасап, мереке жасап құттықтамаса, енді басқа жағын білмеймін. Өйткені біз қыздар, нәзік жандылар, жаңағы жақындарымыздың ортасында әңгіме болатынын білеміз. Ойбай, күйеуі туған күнін ұмытып кетіпті деген сияқты, ол деген ой гугулететін әңгіме ғой. Сондықтан да мен өз басым сондай нәрсені қалайтын едім. Менің сериалда ең сүйікті сахнам бар. Біз оны ұзақ уақыт түсірдік, білмеймін, бір 2-3 сағат шығар, мүмкін одан да көп. Сериалдағы күйеуім Марат Аралғазинмен ұзақ ұрсысамыз да, менің инициативам бойынша ұрсысамыз. Демек, мен о жерде провокатормын, бүкіл ішіме толып қалған нәрсені ақырындап, жаңағы тамшылатып отырып, ұрысты бастап, аяғында жаңа дым болмағандай қайтадан тіршілікке араласып кететін сахнамыз ұнайды. Мен ойлаймын, қазақтың отбасыларында жиі кездесетін жағдай ол жаңағы көп жыл отасып бірге тұрғаннан кейін бір-біріңді соншалықты танып, біліп кететін соншалық, жаңағы ұрыстардың өзі сендердің шаңырақтарыңды шайқалтпайтындай бір әдет ғұрып сияқты болып кеткен ба, білмеймін, енді әдет ғұрып деп айтуға да қиын, бірақ бір қызық қой өзінше эмоцияның жаңа сыртқа шығарылуы, болды, айтылған жерде қалды, ары қарай өміріміз сүре береміз деген сияқты сахна. Әрине халықтың жүрегінен орын тапқанын қалаймын. Жұрттың, елдің, біздің еліміздің барлығы көргенін қалаймын. Өйткені отбасылық жағдайлар әртүрлі болады. Ал біз осы телехикая арқылы көрерменге әзіл арқылы шынайы өмірде болатын жағдайларды жеткізуге тырыстық деп ойлаймын. Құрметті біздің көрермендер, біздің телехикаямыз арқылы көтеріңкі көңіл күйде жүрулеріңізге тілектеспін. Шын жүректен Жазира Еркін біздің әрбір сериямызды өткізбей көріп жүріңіздер.